Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Назерке Бауыржанқызы. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Құрметті оқырмандарым, видеомды соңына дейін мұқият қараңыздар. Себебі бүгін сабағыңызға қызықты көрнекіліктерді өздеріңіз оп-оңай жасай беретін боласыздар. Ол үшін видеомды соңына дейін көріңіздер. Сіздерге пайдалы болады деп сенемін. Құрметті әріптестер, сіздерге көрнекілік жасаудың оңай жолын көрсетейін. Ол үшін менімен бірге видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен компьютерді қосқаннан кейін Google Chrome деген программаға кіреміз. Мына осы жерде Google'ге кіріп Canva деп жазамыз. Мына Canva. Болмаса скачать етіп алсаңыздар болады. Осы жерде міне осы жерде набор визуальных элементов для каждого Canva дегенге барамыз. Міне осы Canva деген программа арқылы біз көптеген өзімізге керекті ақпараттарды ала аламыз. Әсіресе мұғалімдерге өте тиімді. Сонымен қатар мұғалімдер ғана емес, шақыру билетін онлайн, сонымен қатар логотип әртүрлі, сонымен қатар жаңа презентация, айтып өттім, видео, сонымен қатар көрнекілікті де жасауымызға болады. Ол үшін бірінші создать дизайн дегенге кіреміз. Міне осы жадан өзіміздің размерімізді таңдап аламыз. Енді маған керегі A4 форматтағы көрнекілік, сондықтан A4 дегенге кірдім. Енді ішіне кіргеннен кейін мына жерде дизайн, элементтер, түрлі элементтер берілген. Текст жазатын бізде әртүрлі мынандай текстің түрлері бар. Бренд, сосын загрузка, сақталған ақпараттар, мынада сурет салу, проекты, приложение. Осының ішінде біз элементтер дегенге кірейік. Осы арада мысалға мен өзім пәнмен байланысты көрнекілік жасайтын болсам, мысалға банка дегенді басайын. Осы арада түрлері шығады, банкының неше түрлі. Сол түрлерін көрейік. Мысалы, мен показать все дегенді басайын. Осы жерде банкының түрлері өте көп берілген. Мынада. Енді сіздерге бір айтып кететін ақпарат. Бұл жерде платный, бесплатный түрлері бар. Мыналардың барлығы платныйлар, платный деп жазып қойған. Міне платный, мынау бесплатный екен, мынау бесплатный, мынау да бесплатный, мынау платный. Енді мына бірді алып көрейін осыны. Енді осының размеріне байланысты мен үлкейтіп алайын осылайынан. Міне үлкейтіп алайын. Енді осыған көрнекілік жасап көрейін. Сіздер мұқият менімен бірге болыңыздар. Міне осылайынан. Енді мынада тағы да маған бет керек. Осындайдан 3-4 бет. Міне еш жерде тағы қосамыз, міне тағы қосамыз. Енді мына жерге мынаны копировать етіп алайық. Міне дәл осыны. Осылайынан мына бетке түсірейік. Міне осыны түсіргеннен кейін нараға мысалға тақырыпты жазасыздар. Мен мысалға туынды етістіктер деп алайын. Етістіктер. Мына туынды етістіктер. Енді астында негізгі етістіктер деп алдым. Мына жерге туынды етістіктерге байланысты сөз, мына жерге негізгі етістіктерге байланысты сөздерді жазасыздар. Мұнараға мысалға туынды етістікке байланысты түбірсізге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сөздерді жазамын. Мысалға ойшыл, адамдық, достық деген сияқты. Ал мына жерде негізгіге ақыл, адам, біл, көр деген сияқты. Мынаны мына жерге көшіріп, нараға бетіп қойып қоямыз. Сөйтіп жазуын жазамыз. Мысалға жазуын жазайық. Нараға тұз. Жазып алдым. Нараға туынды сөздер жазым. Ойшыл, адамдық, салық, толық, достық, жұмыскер. Негізгі доп, адам, гүл, қадам, жол, тұз. Осы сөздерді жазып алдым. Көрнекілік дайын. Туынды етістіктер, негізгі етістіктер, сөздері оқушыларға ертең шығарып, банкінің ішіне орналастырады. Негізгіні негізгіге, туындыны туындыға. Мынаны қырқып мен дайындап қоям. Енді осыны сақтау үшін поделиться дегенді басамыз. Осы арадан скачать дегенді басамыз. Сөйтіп, маған қандай керек мысалға
мен мына форматында не қыламын, басамын. Все страницы 4 бет, сохранить. Мына жерде скачать деп басып аламын. Міне мынараға скачать өзі басылатын болады. Міне басылып жатыр. Міне оқушыларыма мен жаңағы көрнекілігімді шығарып, дайындаған көрнекілігімді шығарып қойдым. Сіздер де осылай көрнекілікті шығарып, үйден өздеріңіз шығарып алсаңыздар болады. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Мені қолдап, комментарий жазып, арнама тіркеле кетіңіздер.